Сәлем достар, бүгін сіздермен кабачкидан, яғни кәдіден жасалатын икраның рецептімен бөлісетін боламын. Рецепт өте қарапайым, ал дәмі деген ерекше болып шығады. Ең алдымен кәділеріңізді осылай тазартып дайындап аласыздар. Менде әртүрлі сырты сарысы, жасылы әртүрінен болды. Барлығын ішін жақсылап осылай тазартып аламыз. Дәндерін бәрін алып тастайсыздар. Осы рецепт бойынша жыл сайын жасаймын. Дәмі өте керемет болып шығады. Қыста жеген кезде маған рахмет айтасыздар. Жаңағы тазартылған кәділеріңізді осылай ет тартқыш машинадан өткізіп аласыздар, сақтап. Одан кейін тәтті бұрыштарыңызды да осылай өткізіп аласыздар ет тартқыш машинадан. Мен барлық көкөніс түрлерін алдын ала тазартып жуып алдым. Келесі сәбіз, көріп тұрғандарыңыздай. Сәбізді де дәл осылай ет тартқыш машинадан өткіземіз. Одан кейін қызанақтарымызды да осылай өткізіп аламыз. Мен осы видеоның астында әр көкөністен қанша керек екенін описаниясына жазып қалдырамын. Сарымсақтарымызды келесі өткізіп аламыз. Одан кейін ашық қызыл бұрыштан да қоссаңыздар болады. Мен ашық қызыл бұрыштан бір 2-3 қостым. Ол да өте әдемі, керемет сондай дәм береді. Келесі тұзымызды, қантымызды және сұйық майымызды қосып араластырып аламыз. Келесі дайын болған көкөністеріңізді баяу отта 30-40 минут қайнатып аламыз. Арасында араластырып отыруды да ұмытпаңыздар. 30-40 минут қайнап болғаннан кейін енді үстіне қазір біз уксусты қосатын боламыз. Осылай қайнау керек сіздердің икраларыңыз. Бұл жерде менде 30-40 минут қайнады. Үстіне бір ас қасық уксус қостым және араластырып, тағы да бір 5 минуттай қайнататын боламын. 5 минут қайнап болғаннан кейін жаңағы пештеріңіздің астын сөндіресіздер. Бір 10-15 минутқа бұқтырып қалдырасыздар. Одан кейін арнайы стерилденген банкілеріңізге құйып, барлығының қақпағын жауып, жаңағы жылы жерге 8 сағатқа қалдырасыздар. Орап, мен бетінде жауып қоям. Міне, дәл осылай етіп қақпағын жауып, барлық банкілеріңізді төңкересіздер. Солай 8 сағат қалдырасыздар төңкерілген күйде. Одан кейін дайын болған икраны қысқыға міндетті түрде тоңазытқышта сақтау керек. Жылы жерде тұрмау керек, бөлме температурасында тұрмау керек. Міндетті түрде тоңазытқышта ғана сақтаймыз. Рецепті сақтап алып, сізде міндетті түрде дайындап көріңіз. Құрамы қарапайым, бәріміздің үйдегі бар заттардан дайындалады. Дәмі өте ерекше дәмді болып шығады.